17 қаңтарға арналған күнделікті жұлдыз жорамал. Күнделікті жұлдыз жорамалыңызды бірінші болып естіп отыру үшін каналға тіркеліп, қоңырау белгісін баса кетіңіз. Сол кезде сіз бірінші болып еститін боласыз. Лайк басып, комментарий қалдырсаңыз қуанып қаламыз. Тоқты бұл күн керемет жаңалықтар әкеледі. Кейбір тоқты ұзақ уақыт бойы толғандырған сұрақтарға нақты жауаптар алады. Кейбір үй немесе отбасылық мәселелерді шешуге назар аударатындар оларды жеңе алады. Ал іскерлік тұрғыдан алғанда күн сәтті болады. Сіз өзіңізді жақсы көрсетесіз, көп нәрсеге қабілетті екеніңізді көрсетесіз. Кейбір ерекше идеяларды, соның ішінде бұрын бәріне тым батыл болып көрінген, фантастикалық дерлік идеяларды жүзеге асыру мүмкіндігі болады. Оқу оңай болады, емтихан тапсыру қиын болмайды. Торпақ, жаңа нәрселерді қабылдаңыз, тіпті олар қиын болып көрінсе де, бүгін сізде бәрін тамаша жеңуге мүмкіндік болады. Сізге жалғыз жұмыс істеудің қажеті жоқ. Жақын жерде күрделі мәселелерді шешуге сенуге болатын сенімді көмекшілер болады. Сондай-ақ кейбір торпақтардың ең маңызды мәселелер бойынша кәсіби кеңес алу үшін мамандарға жүгіну мүмкіндігі болады. Жаңа танысуға қарсы емес белгінің өкілдері де бұл күнді қуантады. Сіз әдеттегіден жиі назарда боласыз, көпшілігі сізбен сөйлескісі келеді. Егіздер, шешімді әрекет етіңіз, енді жұлдыздар сіз тарапта, және сіз маңызды мәселелерді шешу үшін осы мүмкіндікті пайдалануыңыз керек. Сапарға шығатын немесе алыстан келген адамдармен араласатын егіздер үшін бұл күн әсіресе қолайлы болады. Мүмкін ұзаққа созылған іскерлік келіссөздердің сәтті аяқталуы, сіз үшін қандай да бір заңды қақтығыстың сәтті аяқталуы. Басқалармен ортақ тіл табу әрқашан оңай болмайды. Кейбіреулерге сіз онша дос емес сияқты көрінуі мүмкін, тым қатал пікір айту, немесе жанжал тудыруы мүмкін. Мүмкіндігінше мейірімді болуға тырысыңыз, және сіз білетін ең сезімтал адамдарды ренжітетін мәлімдемелерден аулақ болыңыз. Шаян. Даулардан қорықпаңыз, бүгін олар сізге қиын жағдайды түсінуге, дұрыс шешім қабылдауға және мақсатыңызға ең қысқа жолды табуға көмектеседі. Бірдеңеде сізбен келіспейтін адамдар өте құнды ақпаратпен бөлісе алады, немесе оны білмей сізге керемет идеялар бере алады. Кішігірім қиындықтар болуы мүмкін болса да, сіздің көңіл күйіңіз күні бойы жақсы болады. Сіз бірден істегіңіз келетін қызықты нәрселер болатыны сөзсіз. Жалғыз әрекет ету арқылы қалаған нәтижеге қол жеткізуге болады. Бірақ егер біреу көмек ұсынса, одан бас тартпаған дұрыс. Осылайша сіз көп күш жұмсайсыз. Арыстан, бүгін сізге адамдармен тіл табыса білу және әдетте тек басқа адамдардың кемшіліктерін байқайтындарды да қуанту қабілеті қажет болады. Пайдалы контактілер болуы мүмкін. Кәсіби өсуге ұмтылатын арыстандар сенімді серіктестер табады, немесе ықпалды адамдардың қолдауына жүгіне алады. Жеке қарым-қатынасқа қатысты барлық нәрседе интуицияға сену керек. Ол сізге жақындарыңыз сізден не күтетінін және жаңа таныстарыңыздың не күтетінін айтып береді. Кез келген практикалық мәселелер күннің бірінші жартысында шешілуі керек, кейін оларға назар аудару қиынырақ болады. Бекеш, маңызды нәрсеге назар аударуды жоспарлайсыз ба? Содан кейін тек өзіңіздің күш-қуатыңызға сеніңіз, кейбір уайымдарыңызды біреу өз мойнына алады деп күтпеңіз. Көмектесемін дегендер пайда болуы мүмкін, бірақ бұл адамдардың нақты қажет нәрсені жасай алуы екіталай. Кез келген маңызды әңгімелерді түстен кейін қалдыру керек, бұл уақыт жұмыс мәселелерінде, жеке мәселелерді де талқылауға қолайлы болады. Кейбір қоғамдық шараларға немесе жоспардан тыс сапарларға баратын бикештерге кеш жағымды тосын сыйлар уәде етеді. Таразы, бүгін пайда болған барлық жоспарлар мен идеяларға сақтықпен қарау керек. Шындығында қазіргі жағдайды да, өз күштеріңізді де дұрыс бағалау сізге қиын болады. Жоспарларыңызды жүзеге асыруды бастамас бұрын, егер жағдай ең қолайлы болмаса, қалаған нәтижеге қол жеткізуге шынымен мүмкіндігіңіз бар жоғын ойлаңыз. Әйтпесе, күн қолайлы болады. Сізге әдеттегі іс-әрекеттеріңізді жеңу қиын болмайды. Ұзақ уақыт бұрын бастаған істі аяқтау көп уақытты қажет етпейді. Саршаян, асықпа, сізде көптеген тамаша идеялар болады, және сіз оларды бірден жүзеге асырғыңыз келеді. Бірақ сізде нақты және жақсы ойластырылған жоспарлар болғанша ештеңе жасамағаныңыз жөн.
Сондай-ақ сіз қолдауға сенетін адамдар қажет болған жағдайда көмектесуге дайын екеніне көз жеткізу зиян тигізбейді. Көптеген саршаяндар үшін бұл күн жаңа хоббилер мен қызығушылықтардың пайда болуымен, сондай-ақ олардың әдеттегі өмір салтының өзгеруімен байланысты болады. Егер сіз жаман әдеттерді пайдалы әдеттерге ауыстыруды бұрыннан жоспарлап жүрсеңіз, сіз бірінші қадамды жасай аласыз. Бұл қиын болмайды. Мерген белгінің ең сезімтал өкілдері үшін күн қиын болады. Эмоциялық фон шиеленісті болады, тіпті болмашы оқиғалар да елеулі алаңдаушылық тудыруы мүмкін. Өткінші импульстарға берілмеу, өз қалауларының жетегінде кетпеу маңызды. Ақыл-ойды басшылыққа алатын мергендер қателеспейді. Сіз практикалық мәселелерді шешуге назар аудара аласыз. Оларды тез аяқтағаннан кейін сіз өзіңізді әлдеқайда сенімді сезінесіз. Кез келген байыпты әңгімелерді түстен кейін қалдыру керек, сол уақытта басқалармен тіл табысуыңыз жеңіл болады. Тауешкі, сіз көп нәрсені жақсы жасайсыз. Бұл күн бұрын бастауға батылы жетпеген істерге қолайлы. Сіз бұрын өте қиын болып көрінген нәрсені тез анықтайсыз және көптеген сұрақтарға жауап табасыз. Іскерлік қарым-қатынаста жақсы жаққа өзгерістер болуы мүмкін. Көптеген тауешкілердің жаңа серіктестер табуға және кәсіби ұстанымдарын нығайтуға мүмкіндігі болады. Күн жеке қарым-қатынастар тұрғысынан да қолайлы болады. Сіз өзіңіздің жақындарыңызды бірден түсінесіз және жаңа таныстарыңыздың жан дүниесінде не бар екенін оңай болжай аласыз. Су құйғыш, таңертең тынышсыз болады. Маңызды және күрделі нәрсеге көңіл бөлуіңіз екіталай. Тым жиі айналаңыздағылар сізді алаңдатады және кенеттен кішкентай, бірақ шұғыл мәселелер пайда болуы мүмкін. Сондықтан күнді әдетте оңай жеңетін тапсырмаларды шешуден бастаған жөн. Күннің екінші жартысы сәтті болады. Осы уақытта сізден талап етілетін жалғыз нәрсе жаңа таныстармен қарым-қатынаста сақтық. Олармен құпияларыңызды немесе кез келген құнды ақпаратты бөлісуге асықпаңыз. Сіз кез келген маңызды жоспарларды ұзақ уақыт бойы сенген адамдармен ғана талқылауыңыз керек. Балықтар әдеттегіден жиі басқа адамдардың істеріне араласу керек. Қиын жағдайға тап болғандарға көмектесу үшін өз жоспарларыңызды жүзеге асыруды кейінге қалдыру керек. Сонымен қатар сіз өте мұқият және нәзік боласыз, тіпті ең нәзік және осал идеяларды ренжітпейсіз. Жоспарланбаған шығындар болуы мүмкін. Олар бекер болмайды және біз айтарлықтай сомалар туралы айту екіталай, сондықтан бұл туралы қатты алаңдаудың қажеті жоқ. Жалпы алғанда бұл күн өте сәтті болады, әсіресе бастапқы шешімдер қабылдауға және оларды дереу жүзеге асыруға дайын балықтар үшін.